Қазақ халқы үшін бұл жануарлардың орны бөлек. Олар шаруашылыққа, көлік ретінде және азық ретінде пайдаланылады. Жылқы ең таза әрі ақылды жануар. Ол ер қанаты деп есептеледі. Түйе, шөл кемесі атанған өте төзімді жануар. Сиыр, сүті мен еті үшін өсірілетін негізгі береке көзі. Қой мен ешкі, күтімі жеңіл, жүні мен терісі де пайдалы ұсақ мал. Құстар, birds. Құстардың денесі қауырсынмен қапталған және олар жұмыртқа салады. Ұша алмайтын құстар, түйе құс, пингвин, киви. Ең кішкентай құс. Колибри, салмағы небәрі бірнеше грамм. Жартқыш құстар, бүркіт, ителгі, қаршыға, олардың көру қабілеті өте жоғары. Серік жануарлар, pets. Бұл жануарлар көбіне үй ішінде немесе аулада адамға серік болу үшін ұсталады. Ит, адамның ең адал досы. Олар үйді күзетеді, аңшылыққа көмектеседі және иесіне қорған болады. Мысық, үйдің тазалығы мен жайлылығын сақтайды. Зерттеулер бойынша мысық сипау адамның стрессін төмендетеді. Құстар, тоты құстар, канарейкалар, әдемі даусымен және ақылдылығымен ерекшеленеді. Кейбір түрлері сөйлеуді үйрене алады. Кішігірім жануарлар, қояндар, теңіз шошқалары және хамстерлер, атшалман. Үй жануарларын ұстаудың пайдасы. Жауапкершілік. Балаларды кішкентайынан жануарға күтім жасау арқылы жауапкершілікке баулиды. Денсаулық. Итпен серуендеу адамның физикалық белсенділігін арттырады. Психологиялық қолдау. Жануарлар жалғыздықты жеңуге көмектеседі және көңіл-күйді көтереді. Қызықты деректер. Иттер адамның эмоциясын, мұң, қуаныш, иісі мен дауыс ырғағы арқылы сезе алады.